Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен сіздерге жалпы біздің өмірімізді өзгертетін белгілі бір сұрақтардың тізімін берейін деп едім. Және де түсіндіріп өткім келеді, адамның өмірі қаншалықты өзгеруі мүмкін өзіне дұрыс сұрақтар қою арқылы. Білесіздер ме? Сенесіздер ме? Біз негізі өзімізге дұрыс емес, қате сұрақтар қою арқылы өзімізді кері қарай тартамыз. Және де өмірімізде болуы мүмкін әдеміліктерді, кереметтерді, бір бақытты сәттерді өзімізге қате сұрақтар қою арқылы шектейміз. Және де бүгінгі видео арқылы мен шынымен де сіздердің өмірлеріңіз қатты өзгеріске ұшырайтын дұрыс сұрақтардың тізімін біліп, бұдан кейінгі өмірлеріңіздің жақсы жаққа өзгергенін қалаймын. Жалпы осы видеоны жазар кезде мен ойладым, мен негізі қатты бір рефлексті жақсы көретін адаммын, рефлексовать еткенді. Мысалы, таңғы уақыт мен үшін кофе ішіп, өзіме өзім сұрақтар қойып, өзіммен өзім рахаттанып отыратын уақыт. Егер ол нәрсе болмаса, менің көңіл күйім түсіңкі болуы мүмкін. Сол себепті мен көбінесе таңғы уақытта жаңағыдай ваннаға кіріп алып, немесе кофе ішпесем де, сыртқа шықпасам да, ваннаға кіріп аламын да, телефонды қосып қоямын и боянып жатқан кезде міндетті түрде өзіме белгілі бір сұрақтарды қоямын. Және де байқағаным, менің өмірімде қашан дұрыс сұрақтар пайда болды, сол кезде өмірім өзгеріп бастапты. Сол себепті жетістікке жеткен адамдардың барлығы өздеріне күшті сұрақ қоя алатын адамдар дегім келеді. Қаншама кітап оқыдым, қаншама адаммен таныстым, 600 миллиондап, миллион долларлап табатын адамдармен де таныстым, кездестім, тілдес болдым, бір дастархандас болдым. Және де олардың байқаймын өзіне қоятын бір негативті сұрақтар жоқ сияқты. Жалпы бізді бұзатын, кері тартатын дұрыс емес сұрақтар, ол қандай сұрақтар? Неге менің қолымнан келмейді? Білесіздер ме, бұл сұрақтың жауабын табу арқылы миымыз ол сұрақтың жауабын іздеу арқылы біздің ішкі құрылысымыздан, біздің миымыздың ішінен, өмірімізден іздеу арқылы біз өзіміздің негативті тұстарымызды, минус жақтарымызды есімізге саламыз. Мысалы, неге менің қолымнан келмейді? Себебі мен осындаймын, себебі мен әлсізбін, себебі мен мақаумын, себебі мен қолымнан келмейді деген сияқты өте көп негатив көбейіп кетеді. Ал адамның өмірінде, ойында негатив көбейіп кеткен кезде ол автоматом дәл солай жаңағыдай негативті өмір сүріп бастайды. Я, мен сондаймын, дұрыс айтасың, себебі бір нәрсені біз көп ойланып, көп есімізге түсіре беретін болсақ, ол шындыққа айналады. Негізі мына бір біз сүріп жатқан өмір, белгілі бір шындық, ол біздің белгілі бір жауаптарымызға байланысты. Бір адамнан сұрайсың, өмір керемет, бір адамнан сұрайсың, өмір деген қиын, өмір сүру қиын, Қазақстанда бәрі қиын деген сияқты жауаптарды аласың. Сол себепті неге менің қолымнан келмейді деген сұрақты өздеріңізге мүлде қоймаңыздар. Одан кейінгі нәрсе, неге басқаларда күштірек болып жатыр, неге менде ол нәрсе жоқ? Бұл сұрақ дәл сол сұрақ сияқты, дәл алдыңғы сұрақ сияқты адамды кері тартады. Себебі үнемі сенің жолыңда. Сен мейлі қазірше 100 000 теңге тауып жүрген шығарсың. Сенен күшті адам бар, 500 000 теңге табатын. 500 000 теңге тапқанда сенен күшті адам танитын боласың, 1 миллион табатын. Когда сен 10 миллион тауып бастайсың, сен 100 миллион табатындарды көре бастайсың. Сол сияқты бұл жарыс ешқашан бітпейді. Сол себепті де міндетті түрде бұл сұрақтан қашуға тырысыңыздар. Себебі адамдар бізден күштірек адамдар бұл әлемде көп және бола береді. Жүре бересің, бола береді. 60 жасыңа келгенде түсінесің, мысалы 60 жаста вообще сенен де жап-жас, әжімсіз, әп-әдемі адамдардың көп екенін. 100 жаста көресің, бір адамдардың есі дұрыс, мысалы да, әлі қақаңдап жүр деген сияқты. Сол себепті өзімізді салыстыру ең дұрыс емес шешім екенін айтқым келіп тұр. Фокус өздеріңізде болсын. Себебі жүгіруге жарыста 5 адамды қойып қойсаң, кім түзу тікке қарап жүреді, кім қатты жүгіреді емес, кім алдыға қарап жүгіреді, сол озады. Кім жаңағыдай не деп айтатын еді? Алақ-жұлақ етіп жүгіреді, яғни жан-жағына аппликация етіп, сол адам қалып кетеді. Мейлі ол қаншалықты қатты жүгірсе. Сол себепті неге басқаларда болып жатыр, менде болмай жатыр? Неге ана біреу 2 жылда үй алды, мен алған жоқпын деген сияқты салыстыру қажет емес. Фокус өзімізде, өзіміздің өткенімізбен бүгінімізді салыстыруда болу керек. Өзімізді тек өзімізбен салыстыра аламыз. Бізді қатты артқа тартатын сұрақ, ол бізді неге мен көп қателесем? Біз өзімізге ондай қаттылық танытудың қажеті жоқ сияқты. Себебі біз
жетістікке жету үшін, шынымен де армандарымызды орындай алу үшін, бақытты бола алу үшін қателіктерімізге сабақ ретінде қарап үйренуіміз керек сияқты. Айтуға оңай екенін біліп тұрмын, мен бір ғұлама болып көрінгім келіп тұрған жоқ. Айтуға оңай, бірақ білемін, бірақ миымызды сендіруге болады деп ойлаймын. Мен өзім солай жасай аламын. Неге мен қателесіп жатырмын емес, өйткені білемін, күніне 4 рет, 10 рет қателесуім мүмкін. Мысалы, кейде дұрыс емес адамға дұрыс емес нәрсені айтып қоюым мүмкін, кейде жаңағыдай дұрыс емес нәрсені істеп қоюым мүмкін, құлап қалуым мүмкін бір жерде деген сияқты, иә. Немесе балаларыма дұрыс қарай алмай қалуым мүмкін деген сияқты өте көп қателіктер орын алып жатады. Егер мен үнемі менің миымның барлығы осы неге мен қателесемін, неге мен көп қателесемін деген сұрақпен занят болатын болса, яғни ойлаңыздаршы, бұл сұрақтардың барлығы жауабы міндетті түрде негативті болатын сұрақтар. Ол сұрақтың жауабы, мысалы, неге мен қателесіп жатырмын деген кезде, себебі мен жақсы адаммын деп, то есть позитивті жауап бере алмайсың да. Қандай сұрақтың жауабы негативті болып шығады, сол сұрақты өзімізге қоймаймыз. Ал олай болса, егер бұл сұрақтардың бәрі жаман болса, біздің өмірімізді өзгертетін, шынымен де бізді жетістікке жетелей алатын, бақытты өмірге алып келетін ол қандай сұрақтар? Мысалы, қандай сұрақтар болуы мүмкін біздің өмірімізді өзгертіп жіберетін, шынымен де бізді жақсы жетістіктерге алып келетін, бақытқа алып келетін, иә. Дәл сол сұрақты алайықшы, мысалы, мен не үшін қателестім деп сұрайтын болсақ, өзімізден автоматом қате жауаптар шығады, негативті жауаптар шығады. Мен қателестім, себебі менің басым дұрыс істемеді, мен мына тілді білмедім, мен мына нәрсені жасай алмаймын, мен қатты жүгіре алмаймын, қатты күшті сөйлей алмаймын деген сияқты тек минустар кетеді. Ал егер дәл сол сұрақты ауыстыратын болсақ, осы ситуация маған қандай сабақ берді? Осы ситуацияға мен не алдым деп сұрайтын болсақ, біз негативті жауап бере алмаймыз. Себебі мен мақаумын деп үйтіп айта алмаймыз да. Бұл ситуация мені осылай өзгертті. Бұл ситуация болғаны үшін, мысалы, дәл осындай менің өмірімде жоқшылық болғаны үшін, немесе бүгін осылай ақшасыз қалып кеткенім үшін мен мына нәрсені түсіндім. Демек, осы нәрселерді өмірімде өзгерту керек деген сияқты позитивті жауап ала бастаймыз. Миымызбен сөйлесу, иә, бізді ең күшті жақсартатын нәрсе. Біз көбіміз өзімізбен өзіміз сөйлеспейміз. Әлемнен іздей береміз да, наставникті, біреу бізге совет айтып жіберсе, біреу бір сыртқы көріністен бізге кері байланыс беріп жіберсе, біреулер бізге айтып беретін сияқты, немесе вообще басқа жақтан ответін іздеп қалатын сияқтымыз. Хотя бүкіл сұрақтардың барлығы ішімізде, және де бізге шынымен де өмірімізді өзгерту үшін осындай бір жақсы сұрақтар, дұрыс сұрақтар қойып үйрену керек сияқты. Себебі дұрыс сұрақ қоя алған адам ғана өзіне дұрыс жауапты алу арқылы ғана дұрыс әрекет жасай алады. Себебі қанша жерден прям готовый дайын тұрған шаблон көрсең де, дайын тұрған, мысалы, мынадан кейін мынаны жаса деген, сен ол нәрсені жасай алмайсың, себебі сенің ішіңнен келіп тұрған жоқ та ол нәрсе. Бір күн жасайсың, 2 күн жасайсың, 3-ші күні сливсың, жоқсың. Белгілі бір ситуация болғанда сразу теріс жағын ойланбай, қалай мен бұл ситуацияны өзімнің пайдама жарата аламын деп ойлану керек. Немесе жалпы мақсатыма жету үшін бүгін мен қандай әрекет жасай аламын? Бүгін не істей аласың? Маленький болса да не істей аласың? Мысалы, мен 100 000 подписчикке жеткім келеді осы жылдың соңына дейін. Бірақ ол арман болып қалады, егер мен ештеңе істемесем. Сол үшін мен өзіме постоянно осы сұрақты қоямын. 100 000-ға жету үшін маған не істеу керек? Маған не істеу керек? Деп, тек арманды мақсат, үй алсам ғой, машина алсам ғой, үлкен бір машина болса ғой деп ойламаймын да. Вот үлкен машина болу үшін бүгін не істей аламын? Бүгін не істей аламын? И мен ойлап табамын, бүгін мынандай рилс салайын, бүгін осындай пост салайын, бүгін осындай проект жасап шығарайын деген сияқты. Менің миым үнемі бір проекттер ойластырып жатады. Яғни мен постоянно креативить етемін да, чтобы мақсатыма жету үшін. Мейлі қанша жерде мемлекеттік жұмыс істе, басқа істе, қосымша бір нәрсе істеуге болады деп ойлаймын. Яғни дәл қазірдің өзінде, осы сұрақтың өзінде, ой, менің өмірім осындай, ой, деген менде уақыт жоқ деп шығатын болсаңыз, демек просто осындай негативке бір үйреніп алғансыз деген сөз. Миыңызға осылай ойлану сізге выгодно. Себебі қандай кереғар ой ойлайсың, біз дәл қазір қалай ойланып жатырмыз, бізге солай ойлану выгодно негізі. Мысалы, ана адам успехқа жетті, жетістікке жетті, себебі ой, ол деген кішкентайынан сондай еді, оны папасы солай асыраған дей салуымыз мүмкін. Не үшін? Себебі бізге солай ойлаған выгодно. Өйткені ол адамға ешкім көмектескен жоқ, түптің-түбінде білеміз, ол адам өз күшімен жетті, а біз ерініп қалдық, бізге еріншектігімізді жабу керек, сол үшін бізге солай белгілі бір ойларды ойлау выгодно. Сол себепті ойыңды өзгертпей, қалтаңдағы ақшаң өзгермейді. Бүгіннен бастап өзімді күштірек, сенімдірек сезіну үшін мен не істей аламын? Просто ойлаңыздар, таңнан кешке дейін егер өзіңе тек позитивті сұрақ қоятын болсаң, шынымен де позитивті нәтижелер ала алушы едің ғой. Байқап жатсыздар ма? Мысалы, дұрыс сұрақтар қою арқылы. Одан кейінгі сұрақ: менің өмірімде не нәрсе уже жақсы болып жатыр?
не нәрсені уже сен күшті істеп жатқан сияқтысың. Мысалы мен уже өз қарқынымен кетіп бара жатқанымды білемін. Уже күшті, то, что мен YouTube жүргізіп жатырмын, уже күшті. Мейлі ол қазір 100 000 подписчик емес, бірақ уже күшті. Уже мен күнде жүргізіп жатырмын. Идеальный емес, білем, орысша сөздер араластырып отырмын, профессиональный камерам әлі жоқ, петличкам жоқ, штативім жоқ, бірақ уже күшті. То есть позитивке, когда мен фокус қойған кезде, уже жақсы екен, ладно, істей берем деп ойлаймын да, түсінесіз ғой. А когда мен негативті ойлаймын, менде профкамерада жоқ, менікі вообще неге тез өспейді, вот ана кісінікі бір айда 100 000 болды, неге менікі бір айда 8 000 деп ойлайтын болсам, мен бір айда 8 000 подписчикке жеткенімді жоққа шығарушы едім. Түсініп отырсыздар ма сұрақтың маңыздылығын да? Не нәрседен дәл қазір бас тартуға дайынмын, чтобы ары қарай жылжу үшін не нәрсені дәл қазір жібере аламын. Мысалы, может белгілі бір негативті установкаңды, возможно, осы видеодан кейін өзіңе дұрыс емес сұрақ қоюды, немесе өзіңді өтірік, жаңағыдай выгодный нәрселерді ойлап алып, өзіңді не деп айтады, ақтап ала беруді қоятын болсаң деген сияқты да, белгілі бір нәрселерді тоқтату арқылы ары қарай жылжи аласың ғой негізі. Вот қандай белгілі бір нәрселерді тоқтата аласың дәл қазір, чтобы ары қарай дұрыс жылжу үшін. Және де бұл процеспен қалай наслаждаться ете аламын, қалай рахаттана аламын осы процесте. Мысалы, мен дәл қазір ютубтан ешқандай ештеңе таппаймын, честно. И ешқандай бір польза көріп жатқан жоқпын пока. Но инстаграмға жаңа подписчиктар келіп жатыр, басқа деген сияқты. Ол нәрселерден бөлек просто мен процеспен наслаждаться етіп жатқан сияқтымын, процестен рахаттанып жатырмын да. Күшті прям адамдармен бөліскен. Өйткені біз көп нәрсені былай ойлаймыз, ой, бұл кімге керек дейміз, осы ой, бұл кімге керек деген сұрақ арқылы біз өзіміз шектейміз. А когда сен, бұл кімге керек болуы мүмкін деп ойланған кезде, ой, бұл кімге керек емес, ал кімге керек болуы мүмкін деп ойланған кезде, мен ютубтағы жаңағыдай активный, белсенді оқырмандардың есіме түсіремін. Негативті емес, жазып жатқанда маған мақпал, күшті, осындай видеолар түсіріңізші, 10 күн болды видео салмағаныңызға, тағы бір видео салыңызшы деген, уже түсінікті да. Және де қалай мен басқаларға пайдалы бола аламын. Себебі мен түсінгенім, ең бай адамдарды ойлаңыздаршы, кімдер? Ең бай және де ең өзін шынымен жаңағыдай бақытты сезіне алған адамдар кімдер? Мен ойлаймын, адамдарға бере алған адамдар деп. Тек бір нәрсені біреуге жаңағыдай просто әшейін берілген тапсырманы орындап, өстіп, робот сияқты жүретін адамдар емес, адамдарға бере алған адамдар. Мейлі қандай способпен болсын, біреу психолог. Мысалы, мен адамдарды блог жүргізуге, блогпен сатуға үйретемін, бұл менің тілім. Және де адамдарға оңай өмір сүруге, осы нәрселерге өзімнің білгенімше көмектесемін. Мысалы, ал сен адамдарға қалай көмектесесің? Бүгіннен бастап осыны ойлаңыз. Адамдарға қаншалықты көмектесесің, қаншалықты сен әлемге пайдалысың, соншалықты көп ақша табасың. Әлемде ең, мысалы, миллиардерлар кімдер? Илон Маск Тесла машинасын ойлап тапқан, Тесланы ойлап тапқан. И вот Тесла ғаламшарымызға зиянын келтірмейді. То есть бензин тұтынбайды, тоқты тұтынады, тек қана сол үшін бензин тұтынбаған үшін әлемге зарары аз. Және де оның түпкілікті мақсаты ғаламшарымызға зиянын келтірмейтін қалай осындай нәрсе ойлап табам деп ойлады. Және де әлемге пайдалы болған үшін көп ақша табады. Байқасаңыздар, мысалы, күшті миллиардерлар, которые Роберт Кийосаки, Дональд Трамп деген сияқты, барлығы әлемге пайдалы бір нәрселер ойлап тауып жатыр. Мысалы, жерді қорғайтын, ананы қорғайтын, адамдарды ақылдырақ ететін деген сияқты. Сол себепті ойлаймын, адамдарға қалай беремін, қалай адамдарға пайдалы боламын деген сұрақта сенің өз өміріңді өзгертеді. Себебі дәл қазір сен ой, не проект қоймаңдаршы, мен ондай адам емеспін деп ойлауы мүмкін. Егер шынымен де сұрақты басқаша қойып, жауабын іздейтін болсаң, миыңның ішінен әрбір адам білемін, индивид, және де оның қолынан негізі көп нәрсе келеді. Көп нәрсе келетінін түсінуге болады, өзіңе дұрыс сұрақтарды қою арқылы. Осы видеодан кейін сізде өміріңді өзгертетін жақсы сұрақтарды өздеріңізге қойып бастайсыздар деген үміттемін. Және де осы видео сол нәрсеге себепкер болса, мен вообще қуанышты боламын. Егер осындай видеолар жиі шығып тұрсын десеңіздер, менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Осы видеоның астына өзіңіздің кері байланысыңызды қалдырыңыз, және де Instagram парақшама тіркеліңіздер. Ол жақта мен блог жүргізу, блогпен сату, оңай өмір сүру, өзіндік құндылықтар туралы көп айтатын боламын. Барлықтарыңызға пока-пока.